Өткен жылы бір қалада бір бауырымыз келіпті. Жақсы үлкен мен. Қабеке, жеңгең рұқсат етті, екіншісін ала бер деп айтты. Соған не кеңес бересің деп келіпті мен алдыма. Кейін жақсы береке дедім. Алу керек деген нәрсені жазып қойыңыз үлкен әріппен, тұра берсін дедім ол, пока. Алу керек. Бірақ оған дейін жаңағыдай Ахуал Шахсия деген кітап бар. Сіз соны оқып алыңыз. Бәрін, несін бәрін түсініп алыңыз десем, ол не нәрсе ол дейді. Түсінбей тұрамыз. Кейін аға сізге былай түсіндірейін оны дедім. Сіз қазір қолыңызда праваңыз жоқ, машина аламын деп соғып жүрсіз деймін. Машина салонын алайын ба, базарын алайын ба деп. Бірінші праваны оқып алыңыз. Сатып алмаңыз дедім. Праваны оқып алыңыз. Қай жерде тоқтау керек, қай жерде главный не істеу керек, бәрін үйретеді ғой правиланы. Ол қызы құзымен ала салу жақсы. Ой, әдемі екен деп көрінеді. Ары қарай одан кейін оның правиласы басталады. Қызыл жанған кезде тоқтайтын